Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Дәл осы видеода сіздерге «Восхождение Сокола» фильмін қысқаша айтып беретін болам. Достар, видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Бұл сіздер үшін 1 секунд, ал мен үшін 100 000 оқырманға алып баратын жол. Джон Сокол Чапман, ақш теңіз корпусының ардагері. Сонымен қоса жарақаттан кейінгі синдроммен ауырады, және онымен бірге әскери қызметте болған адамның барлығы қайтыс болған. Джонның өмірге деген құлшынысы өшіп қалған. Сол себепті де русская рулетка ойынын үнемі ойнайды. Сокол жақын жердегі дүкенге кезекті ішімдігін алуға бара жатыр. Осы кезде дүкенге тонаушылар келді және кассаны тонап, барлығына жатыңдар деп бұйырады. Бірақ та Сокол ештеңе болмағандай тұра берді. Осы кезде бұзақылардың бірі Соколды өлтіргісі келді, бірақ ол білмейді ғой Соколдың бұл нәрсені бұрыннан қалап жүргенін. Сокол бұзақының дробовигін алып басына тақайды, себебі ішінен ататын болса, ол өлмеуі де мүмкін. Бірақ та бұзақы аң-таң болып тұрып қалды. Застрели меня. Екінші қылмыскер де Джонға пышақпен келе жатыр, бірақ та Джон оның да мәселесін шешіп тастады. Джон Сокол өзінің үйінде әрдайым денесін шынықтырады, бірақ та соғыста болған жағдайлар оның ойынан ешқашан шығар емес. Таңертең үйіне әпкесі Синди келді, және ол Соколға қатты ашулы, себебі Джон әпкесін әуежайдан күтіп алмаған. Әпкесі бауырының күйзеліске қарсы дәріні ішпей жүргеніне қатты алаңдайды. Ал Джон болса керісінше әпкесінің Бразилияға бара жатқанына қатты алаңдап тұр. Синди фавел деген қауіпті аймақта қайырымдылық қорымен айналыспақшы. Әпкесі кеткеннен кейін бірнеше күн өтеді. Джонға полицейлер хабарласып, Синдиді фавелдағы теңіздің жағасынан тауып алдық дейді. Джонның әпкесі Синдиді қатты соққыға жыққан, және ол әрең тыныс алып тұр. Осы кезде фавеладағы детективтер Тиаго мен Карло заңсыз қару үшін жергілікті тұрғындарды ұстап жатыр екен. Және полиция қыз келді. Оның есімі Катарина да Сильва, және осы ауданға Катарина жауап береді екен. Полиция қыз таңғалып тұр, себебі детективтер бұл ауданға қарауға мүлдем құқығы жоқ екен. Бұны естіген жергілікті адамдар қаруларын шығарып детективтерге кезеңді. Сонда детектив Тиаго: ең мықты деген адамдарыңды шығарыңдар, және біздің Карломен жекпе-жек тұрып көрсін дейді. Егер жергілікті адамдар жеңетін болса, біз ұстаған тұтқындарды босатамыз. Ал егер детективтер жеңетін болса, онда біз жай ғана кетеміз дейді. Жергілікті басшы келіседі және детективке қарсы ең мықты деген адамын жіберді. Карло өте оңай жеңді, себебі ол капуэрамен өте жақсы айналысқан. Осылайша детективтер кетеді және уәде береді, жақында қайтып келіп Синдиді кім ұрып соққанын анықтайтын боламыз дейді. Джон Сокол да Риоға ұшып келді және оны өзі сияқты соғыс ардагері Менни Ридли күтіп алады. Екеуі дереу ауруханаға келді және Синдиді қатты травма алғандықтан жасанды комаға ауыстырған екен. Осы кезде ардагер Соколды детектив Тиагомен таныстырады және Синдиді ұрып соққан кім екенін анықтауды осы детективтерге тапсырған екен. Детектив барлық мәселені өзіміз шешеміз дейді, бірақ та Джон: мені қылмыс болған жерге алып барыңдар дейді. Фавелда еркек бірінші болып Катаринді тапты. Сокол аяқ астынан тапаншаның даусын естиді және өзінің кереметтей реакциясын көрсетіп қойды. Сөйтсе бұл жай ғана ескі көліктің трубасынан шыққан дауыс екен. Сонда Карло: Сокол ақмақты жасап қояр деп Катаринге оған қарап қой дейді. Осыдан кейін полиция Джонға әпкесін тауып алған жерді көрсетті және мемлекет бас тартқан жергілікті қала туралы айтты. Жергілікті ауруханаларға, мектептерге және басқа да мекемелерді қаржыландырып отырған жергілікті есірткі таситын қылмыскерлер екен. Сол себепті де жергілікті тұрғындар қылмыскерлердің сөзін сөйлейді екен. Сокол ауруханаға келгенде Томео деген азиялық әйелдің өзінің әпкесіне дәрі егіп жатқанын көреді. Осыдан кейін әпкесі бірден қалтырай бастады, ал Джон болса көмек шақырды. Дәрігерлер дереу реанимация жасайды, ал Менни болса Соколға ауруханада азиат әйел жұмыс жасамайды дейді. Сонда ардагер бұл оқиғаға якудзелердің қатысы болуы мүмкін деп ойлайды, себебі қалада көптеген жапониялық адамдар өмір сүреді. Джон өзінің әпкесін тапқан жағажайға қайтып келді және Синдидің алқасын тағып алған бір жігітті байқайды. Сонда Джон бірден жігітке барады, ал жігіт болса оның не айтқысы келгенін түсінбейді, себебі оның тілін түсінбейді екен. Жергілікті жігітке достары келді және қырғын төбелес басталды.
Сокол қарсыластарын жан-жаққа шашып тастады. Сонда жігіт пышақпен келді, ал Сокол болса оның қолын қайырып пышағын түсіріп тастады. Осы кезде Катарин келді және жігіттерге төбелесті доғарыңдар дейді. Полиция әйелі Джонға Кука деген жігіттің сөздерін аударып берді. Сонда Кука айтып жатыр: Синди менің қарындасым Мариямен бірге жұмыс жасаған және Синди Марияға өзінің алқасын сыйлаған екен. Онымен қоса бірнеше күн бұрын Марияны да алып қашып кеткен. Бәлкім Марияны алып қашып кеткен адамдар Синдиді ұрып соққан адамдар болуы мүмкін. Осыдан кейін Кука Соколға Синдидің күнделігін береді және оның бірнеше беті жыртылып алынып тасталынған екен. Дәл осы уақытта азиялық әйел Тамоэ Соколдың ізінен аңдып жүр екен. Кешкісін Джон әпкесінің күнделігін қарап отырып, ол жерден Бруно есімді суретші жігіттің нөмірін тауып алады. Ардагер оған хабарласады және екеуміз кездесейік дейді. Келесі күні кафеде суретші Бруно айтып жатыр: фавелладағы көптеген жас қыздардың ұрлануына байланысты Синди өзіндік зерттеу жұмысын жүргізген екен. Себебі полицейлер бұл іске пысқырып та қарамаған және Синди Бруноға өтініш қылған: осы іске қатысты бір адаммен кездескенімді суретке түсіріп ал деп. Ал осыдан кейін Синдиді аямай ұрып соққан екен. Бірақ та суретші түсірілген суреттің көшірмесін беруге келіспеді. Сонда Сокол білдіртпей оның флешкасын ұрлап алды. Бруно жан-жағына қарап өзінің көлігіне отырады. Жарылыстан кейін адамдар жан-жаққа қаша бастады. Ал Сокол Тамояны байқап, оның ізінен қуа жөнелді. Қыз қара джипке отырып қашып кетті. Және қару ұстаған адамы бар тағы бір джип келді. Және қару ұстаған адамдардың қолдарына татуировка салынған екен. Бұзақылар оқ жаудыра бастады және абайсызда күзетшіні атып алды. Джон өлген адамның тапаншасымен барлығын дерлік атып тастады. Алайда джиптің жүргізушісі қашып үлгерді. Мэнни Соколдан бұзақылардың қолы татуировка екенін біліп, бұлар якудза болуы мүмкін деп топшалайды. Суреттен Джон Синдидің жергілікті бір жігітпен әңгімелесіп тұрғанын байқайды және олар клубтың жанында екен. Және Джон сол жерге баруды ұйғарды. Ішке кіргенде суреттегі жігітті байқайды және оның есімі мистер Лима екен. Күзетшіні ұйықтатып тастайды және жігіттің ізінен дәретханаға кірді. Соколға жігітті шындықты айтпайынша бірнеше рет қинау керек болды. Лима өзінің контрабандамен айналысатынын мойындайды және якудзалармен де қатысы бар екен. Синди бұзақылардың жұмысына араласқан, сол себепті оны жазалаған екен. Осылайша Лима якудзалардың қайда орналасқанын айтып берді. Сокол консулмен бірге сонда баруды шешті және жігіттің құжаттар салынған сөмкесінде алуды ұмытпады. Мэнни құжаттарға қарап отырып, якудзалардың фавелдегі жас қыздарды ұрлап, оларды жезөкшелікпен айналысуға мәжбүрлейтінін байқайды. Тиаго полицейлер отрядын жинап, фавеллада үлкен рейд жүргізеді. Алдынан шыққан бұзақылардың барлығын өлтіреді. Детективтер ешкімді аямайды, тіпті жас балдарды да ойланбастан атып жатыр. Полицейлердің бірі жергілікті адамды қуып жатқанда азиаттардың жас қыздарды машинаға салып жатқанын байқап қояды. Осы жерде бір бұзақыны өлтіреді және өзіне көмекке адам шақырады. Көмекке Карло мен Тиаго келеді және ойланбастан полицейді бұзақылардың қаруымен атып тастайды. Сөйтсе детективтер якудзаға жұмыс жасайды екен және екеуі жапондықтарға: енді сендер бізге 2 есе ақша төлеу керексіңдер деп айтады. Осыдан кейін детективтер полицейді өлтірген жергілікті бұзақылар деп хабарлайды. Сокол контрабандист берген мекенжайға келіп, Мэнниға үйіңе қайта бер дейді. Мәселені өзі шешіп тастайтынына сенімді. Джон якудзалардың жас қыздарды құлдықта ұстап жүргенін байқайды. Соның ішінде Куканың қарындасы Марияны байқап қалды және өзіне бірінші шабуылдаған адамды оңай жеңіп тастады. Бірақ та көмекке тағы да 4 адам келді. Тамоэ якудзаның басшысына шақырылмаған қонақ туралы тезірек хабар берді. Ал якудза басшысы болса детективтерге аяққа оратылған Джонның шаруасын тындырыңдар дейді. Онымен қоса якудза басшысы контрабандист мистер Лиманың құжаттардан айырылып қалған естіп, оны өзінің катанасымен өлтіріп тастайды. Сокол өте мықты төбелеседі және барлық бұзақыларды жайратып салды. Осы кезде Тиаго мен Карло пайда болды және Джонға қарай қару кезенгенде аяқ асты Катарина келіп қалды. Осылайша детективтер ештеңе істей алмай қалды. Сокол детективтерге құлдыққа түскен адамдарды қайда ұстайтынын көрсеткісі келді. Бірақ та ол жерде ешкім жоқ екен. Сокол полицейлерге қылмыскерлердің құжатын көрсеткенде Карло абайсызда Лиманың атын айтып қойды. Осының арқасында Сокол детективтердің якудзаға жұмыс жасайтынын біліп қойды және ол Катаринаға ауруханаға дереу барып Синдидің жағдайын білші деп өтініш қылды. Ал өзі Тиагоның машинасының багажнигіне жасырынып қалды. Тамоэ ауруханаға қайта оралып, қызды өлтірмекші. Бақытына орай Катарина дәл уақытысында келіп Тамоэны атып тастайды. Детективтер жапондықтардың қыздарды ұрлап әкелген портына келді. Джон ұрланған
қыздардың Жапонияға тасымалдайын деп жатқанын көреді және Мэнниге хабарласып, осында полиция жіберуін өтінді. Сокол бұзақыларды тағы да кетіп қалар деп ойлап, шаруаны өзінің қолына алды және жауыздарды бірінен соң бірін ата бастады. Ақыры детективтерге де кезек келді. Карло капуэра техникасын пайдаланып, өте ұзақ төбелесті. Бірақ та Сокол сонда да оны жеңіп тастады. Ал Тиаго болса төбелесе алмайды. Соколмен жекпе-жек тұрғанда да ода ешқандай мүмкіндік жоқ. Осы кезде Якудзаның басшысы Хиромото келді. Онымен қоса Карло да шабуыл жасауда. Осылайша Сокол 3 адаммен бірдей төбелесу керек болды. Бірінші болып Сокол детективтердің шаруасын тындырды. Қолына 2 труба алып, японецпен төбелесті. Хиромото Джонды жарақаттайды, бірақ та оған қарамастан Сокол оны да жеңіп тастады. Ал сосын еш аямастан оны қайта-қайта атады. Осы кезде полицейлер келіп кланның басқа мүшелерін тұтқындайды. Ал Сокол болса Марияны қолына алып жедел жәрдемге жеткізеді. Осыдан кейін Джон ауруханаға Синдиға келді. Сонда дәрігер Синдидің жағдайы жақсарып кету үшін бірнеше дәрі-дәрмек керек дейді. Ал кейін ол Мэннимен жолығады. Сонда Мэнни Соколға бізге жасырын агент болып жұмысқа кір дейді. Және Джон өзінің әпкесі Синди үшін жасырын агент болуға келіседі. Достар, «Восхождение Сокола» фильмі сізге ұнады ма? Комментарийге пікір қалдырыңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін үлкен рахмет. Және де достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық. Ал келесі видеомды бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қой. Келесі көріскенше аман сау болыңдар достар.